Сәлем барне, бүгін біз 19-да 4-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде бізге x функциясы үшін x аргументінің мәнін табыңдар депті. Яғни мына өрнектегі y-тің орнына мына сандарды қоюымыз керек. Ал бастайық. Ең бірінші 3-тен 1 санын тен деп жазып алайық. Енді бұл жерде бізде сандарды бөлек, x-ті бөлек қойымыз керек сонда. 8 тен. Бұл жерде бізге ортақ бөлім береміз, сонда 3 болады. Сонда минус. Мұнда 24 болады. 1-ден 24 айтқан кезде минус 23 болады. Астына 3 болады. Тен 1x. Енді x тапқан кезде бізге бұл жерде бөлу қажет. Сонда қысқарған кезде 3 пен 3 қысқарады. Тен болады бізде минус 23. Екіншісінде 0,3-ті жазамыз. 0,3-ті жазамыз y-тің орнына. Сонда тен қосылған 8. Енді сандарды бір жерге жазамыз. Сонда 10-нан 3-ке айналдырып аламыз. Бұл санды азайтылған 8 тен 1x жазамыз. Бұл жерде бізде 10-нан береміз. Себебі мына жерде бөлімі 10-ға тен. Сонда 80. 3-тен 80-ді азайтқан кезде бізде шығады 77. Сонда минус 77. 10-нан минус 77 шығады. Тен x-тің мәні бізде тен болады. Минус 77-ден 10-ды көбейтеміз. Сразу айналдыра салайық. Сонда қысқармайды. Шығады бізде 231 саны. Астында 10 қысқартқан кезде 23,1 саны. Үшіншісінде бізде бұл жерде 8 санын қоямыз y-тің орнына. 8 тен 3-тен 1 x қосылған 8. 8 жазып аламыз. Азайтылған 8 тен. Мұнда 0 болады. Сонда x-тің мәні бізде шығады. Қазір жазайын. X-ті бөлген кезде шығады. 0-ді көбейтеміз. Тен болады 0. Төртіншісінде бізде бұл жерде 30 санын қоямыз y-тің орнына. 30 тен 3-тен 1 x қосылған 8. 30 азайтылған 8 тен. Бұл жерде азайтқан кезде бізде шығады 22 тен x тен болады. Мұнда 22-ден 2-ні көбейтеміз. 1-ге тен болады бізде. Бұл жерде 66. Екіншісінде бізге мұна y сандарын мұна y-тің орнына қою керек. Ал бастайық. Ең бірінші біз 2,5-ті қою керек. 5 тен 0,1 x азайтылған 2,5. Бұл жерде бізде сандарды ең бірінші қойып аламыз. Сонда азайтылған емес қосылған тен. Мұнда қосылу бұл кетті, себебі x-ті бір жаққа жинап, сандар бір жаққа жинаған кезде мұна минус плюсқа айналып кетеді мына жаққа кеткен кезде. Мұнда 2,5-ті қосқан кезде 2,5-ке тен болады 5. Тен болады 0,1 x. Енді x
5 бөлінген 1 тең болады 500. Екіншісінде бізде бұл жерде 0,1 санын жазамыз. Тең x азайтылған 5 қосылған 2-ден 5-тен 0,1 x. Мұнда мен 0 қателесіп жазып кеттім 1-2 рет. Бұл жерде қосқан кезде сандарды бізде шығады 2,151 саны тең болады 0,1 x. X тең болады 251-ге. Келесі үшіншісінде бізде y-дің орнына 25-тен 1 санын қоямыз. 1 тең мынау санға мынау санды қосу керек, сонда бізде шығады бұл жерде қосқан кезде бізде ортақ бөлімді келтіру керек. Сонда бізде бұл жерде 2 санына көбейтсек болады. Сонда 50 болады астысында. Үстінде 52 саны шығады. Тең x-тен көбейтілген 100 саны. Сонда қысқарған кезде 1, 2 тең x мәні 104 санына. Үшіншісінде дәл солайынан бізге y санының орнына бізде 4-тен 1 санын және де 0,15 және де 10 санын қойыңдар депті. Ал жазайық, шығарайық. Сонда ең біріншісінде бізде 4-те 1 жазып алайық. Тең 8-де 1 қосылған 25% деген ол бізде 4-тен 1 санына. Сонда біз сандарды ең бірінші бір жерге жинастырып аламыз. 4-тен 1 азайтылған 8-ден 1 тең 4-тен 1 x. Сонда мұнда ортақ бөлім келтіру керек. 2, мұнда 1 болады. Сонда 8 2-ден 1 азайтқан кезде 1 тең 4-тен 1 x. X-тің мәні бізде тең болады 1-ге тең болады 2-ден 1-ге. Екіншісінде бізде бұл жерде 0,15 сан жазамыз. 8-ден 1 қосылған 4-тен 1 x. Сонда бұл жерде сандарды тағы да бір жерге жинастырамыз. Сонда болады. Мұнда біз азайтамыз 8-ден 1 тең 4-тен 1 x. Мұнда азайту. Сонда бұл жерде ортақ бөлім 4-ге береміз. 4-тен. Сонда 4-тен 1 азайтқан кезде бізде шығады 3 тең x.
x'тен болады бізде. Сонда 8-ден 3-ті көбейтеміз 4 бірге, сонда шығады 2-ден 3. Үшіншісінде бізде бұл жерде y-тің орнына 10-ды қоямыз. 10 тең 8-ден 1 қосылған 4-тен 1 x. Бұл жерде азайту керек, сонда азайтылған 8-ден 1 ортақ бөлімізде 8. Сол кезде бізде шығады 80-нен азайтамыз 1-ді, сонда шығады 79 тең 4-тен 1 x. X'ті жазған кезде 4-тен 1 x шығады 79. 8 көбейтілген 4 1 тең болады 2. 79 астында 2 болады. Осылайынан шығарамыз. Келесі 19-да 5-ші есепте бізде бұл жерде x-тің қандай мәнде функцияның мәні 0-ге тең болады. Яғни бұл жерде y бізде 0 болу керек. Сонда 0. Енді жазып алайық. 12x тең минус 18, яғни 18 саны мына жаққа кеткен кезде минус 18 болып кетеді. X саны минус 18 қысқарту керек, сонда бізде шығады мұнда 6, ал мына жерде 9. Бұл бізде минус 1,15 санына тең. Екіншісінде y тең 12x қосылған 3. Сонда бұл сандарды тең 0-ға. Сонда бұл жерде 12x тең минус 3, x-та минус 3, 12 болған кезде 1, мұнда 6 болады. Мұнда 4 болады, 4. Минус 4-тен 1 болады. Мұна минус 4. Үшіншісінде бізде бұл жерде y тең 3x қосылған 8 қосылған 8-тен 0 болады. 3x-тен бізде минус 8. X-тің мәні шығады минус. Сонда минус 8 астына 3 болады. Бұны қысқартқан кезде бізде шығады минус 2 бүтін, ал өйстіп қысқартып жазалға болады.